2011 жылдан бастап діни заң қабылданғаннан кейін миссионерлік қызметтер кішкене бәсеңдей бастады. Алайда астарлы миссионерлік деген нәрселер пайда болды. Қазіргі таңда негізгі олардың платформасы интернет желілері, және де кейбірлері бір қитұрқы нәрселерге де барады. Байқасаңыздар, астарлы түрде өздерінің жұмыстарын да жүргізіп жатыр. Көбісі оған акцент қоймайды, олар негізі өте жақсы психолог болады. Осал адамдарға жақсы подход жасай біледі. Соларды өзіне тартуға тырысуда. Қалай? Мәселе мынада. Мысалға мен өзім 2 рет кездескем. Аялдамада тұрған кезде бір апалар отырады. Апалар отырып, балам, сен Құдайға сенесің ба деген секілді менімен дебатқа кірген кездер де болды. Енді біз дінтаныш болған соң қоғамдық жерде дінді насихаттауға болмайды деген кезде олар маған өзіме зекіп берді. Мысалға, біз деген Құдайды танытып жатырмыз, біз ақиқатқа шақырып жатырмыз. Сосын жастарды кейде кездесті бір-екі. Олардың негізгі подходы адамдарды, қиналып жүрген адамдарды өзіне тарту. Ал көпшілік адамда қазіргі таңда бізде не бар? Проблема бар, материалдық жағынан болсын, немесе қоғамнан оқшауланып қалған адамдар бар, өзінің ортасын таппай жүрген адамдар, рухани азық керек адамда. Соны теріс діни бағыт адамдарды бүкіл өзіне тарту манипуляциясын жасайды. Психологиялық тренингтер ұйымдастырады, секіріп ойнайды, мысалға ақырын сұхбаттасады, брошюркаларын таратып, Құдайға шақыру процестерін жүргізген. Сол арқылы оларды тоқтап қалған жоқ, ұйықтап жатқан жоқ. Оларды өз жұмыстарын ақырын жүргізіп жатыр. Біздің міндетіміз ол нәрсені айту, жеткізу. Жалпы сақ болыңыздар деген мақсатта қоғамға бұл нәрсені жеткіземіз. Өкінішті деген нәрсе де бар, ол діни сауатсыздық. Біздің күресетін нәрсеміз де ол діни сауатсыздық.